сөзі өктем албауыттар табиғи байлығы мол елдерді жаулап алуға тырысады. Сол үшін кәнігі лаңкестер мен зұлым уағызшылардан астыртын топ құрады. Рөлдер бөлінген, құдіреттілер қалтарыстан қаржыландырады. Содырлар жазықсызда жазғырады, ал Абдуллах Зуфар сияқтылар қылмысты ақтайды. Мұсылмандарға қиянат жасап жатқан қаскөйдің көксегеніне арбау амалы қандай? Қапасқа қамалған жерлестеріміздің оқиғасы арқылы талдаймыз. İslam'da sonra 2017 жылы, 2016 mı 17 жылы үйреніп бастадым. Сол кезде намазды оқуды үйреніп бастадым. Содан кейін интернетте уағыздарды тыңдай бастадым. Абдуллах Бухари деген тыңдай нелерді уағыздарын тыңдадым. Содан кейін интернетте сол видео әртүрлі видеолар көріп, сайтымда, страницамда қалып кетті. Мұсылмандарға көмекте сондай уағыздар бар еді көп. Бір-біріне бауырмашыл болу керек деген уағыздарын тыңдауға өттім. Сириядағы мұсылман бауырлар көмекке мұқтаж, сояқта шариатпен өмір сүресіңдер. Осындай бір жерде бірге боласыңдар, бір-бірлеріңе көмектесесіңдер, ертең күн жәрдем бермейтін болсаңдар, Аллахтың алдында сұраласыңдар деген сол уағыздарын естіп, дін деген осы екен ғой деп сол көзқарасым өзгерді. Мен 2018 жылы бет бұра бастадым. Қызығушылық сол кезде оянып, оған себеп сол отбасылық жағдай, отбасымызда сол намаз оқып неғаннан кейін менде де сондай қызығушылық арта түсті. Сол кезде мен сол иманымды арттыру үшін интернеттен, басқа да елдерден діни материалды видеоларды көре бастадым. Шет елдегі өзбек уағызшылардың, Абдуллах Зуфар деген уағызшылардың уағызында қоса тыңдап жүрдім. Уағыздарында сол арабша жазулармен қоса сол тартымды нашидтерді қоса жариялайтын, сол эмоционалды шығу үшін сол нашидтеріне қызығып, басқа да көптеген сол видеоларын жариялаған болатын. Сириядағы нелер тұтқындарға көмектесу дұғамен болсын, материалдық жағынан болсын. Қандай айтсам болады. Жарық неме екенін білместен қараңғы деп жүрген адамға любой нәрсені көрсетіп кете барады үшін ұқсап. Ләмбішкені құяш деп кете баратын адамдар көп те. Tabii işesi bilmegenden keyin adam qolshab оңай. Жасурбек, Дилмурат, Ихтиёр, Фатхулло. Бұл жігіттердің бәрі оңтүстік өңірде дүниеге келген. Өзара таныс емес, бірақ үзеңгілес. Бірі өзбек ұлтының, енді бірі тәжік ұлтының өкілі. Бұлар әлеуметтік желі арқылы экстремистік мазмұндағы материалдарды таратып, терроризмді насихаттаған. Өзбекский лекциялар тыңдан, одан кейін кетіп қалдым да менше. Өзбекский лекцияда тыңдап көріп, өйткені мен өзбек болған соң өзбекшеде түсінемін да. Сол үшін соларды тыңдап, бір жақты тыңдап кетіп қалу мен қателік деп ойлаймын. Мен қателігім сол болған. Такфир мәселесі, жаңа сол полный күпірлік осындай деп, сол мнениеммен қолдап кетіп қалғаным қателік болды.
Сұхбатқа сұранған жігіттердің діни білімі жоқ, не мешітке, не ресми медресеге бармаған. Есесіне өздерін қызықтырған сұрақтардың жауабын интернеттен тапқан. Бәрі өзбек тілді псевдо-уағызшы Абдуллох Зуфардың уытты лекцияларын тыңдап пір тұтқан. Ал Зуфардың таяу шығыстағы саяси, әлеуметтік толқуларға діни, сепаратистік айдар тағуға талпынғаны белгілі. Абдуллах Зуфар 91 жылғы жігіт, Өзбекстан Республикасының тумасы. Бұл Еуропа елдерінде жүріп, қазіргі таңда оның әлеуметтік желілерде 21 ғасыр әр азат мұсылмандарға фарыз айын болған жихад жасау ұранын айтып отыр. Уағыздарының бағыты, шариғаттың мақсаты бұл құлшылық, ораза, намаз емес, шариғаттың мақсаты соғысу, дәріл күфрден дәріл исламға хижрат жасау, барынша мұсылмандарға жанымен, малымен көмектесу, яғни такфир мәселесі, жихад мәселесін орындатып жүрген уағызшы. Әр азаматқа діни иммунитет болу керек, діни сергек болу керек. Яғни ақ пен қараны ажыратып алатындай деңгейде болу керек. Ондай жағдай болмаса, әлеуметтік желілерде әртүрлі сипатпен әртүрлі радикалды уағызшылар шыға береді. Әркім солардың ықпалына түсе берсе, қоғамға кері әсерін тигізеді. Абдуллох Зуфар лақап атымен танылған псевдо-уағызшы Өзбекстан Республикасында дүниеге келген. Шын аты-жөні Зофир Гафоров. 17 жасында Мысырға кетіп, сол жақта лаңкестердің идеологиялық көсемі әрі жерлесі Содикжон Мұхамедиевке арбалады. Қазір бұл екеуі Катиба Таухид уәл Джихад халықаралық террористік ұйымының сойылын соғып жүр. Әлеуметтік желілер арқылы лаңкестердің зорлық-зомбылықтарын ақтайды. Орталық Азиядан жастарды содырлар сапына қосылуға шақырады. Ескертеміз, Қазақстан Республикасы аумағында Содик Самарканди мен Абдуллах Зуфардың аудио-видео материалдарын сақтап таратуға сот шешімімен тыйым салынған. Зуфарды айтып жатырмыз, пәтуа шығарасылады, бір жерден адамдар жаңылдырасылады, Құранда айтылатын сөздерді жастарға керіс, дұрыс емес бағыттар бойынша насихаттап жатыр. Жастарымыз кейбір нәрселерді сараптауды, терең ойлануды қажет етпейтін дүниелер, я жоқ деген жауаппен ғана шектелетін мәселелерді тез қабылдағысы келеді. Қазіргі видеороликтерде сондай ғой, қысқа. Неге? Өйткені манипуляциялау, жастардың ақыл оймен ойнау, олардың амбициясымен, олардың жаңағы қызуқандылығымен ойнау жақсы пайдаланатын болған қазір. Қазір имамдардың деңгейімен жамағаттың жаңа сәләфиліктердің деңгейіндегі екеуінің айырмашылығы екі бөлек. Ал енді жастарға ғылым жолын таңдайсың ба, жоқ әлде мынандай буквалды тікелей жолы таңдайсың ба дегенде, көбінесе жастар жаңа ұзын видеоны, киноны көруден қарағанда, TikTok'та қысқа видеоны таңдаған сияқты, бұл жерде таңдаулар көбінесе сәләфиге кетіп қалатындықтар содан да. Мысалы, соғыс дей салады, тез бір нәрсені шығарады, харам дей салады. Қылмысты заңдастырып беріп жатқандықтан біз қазір барынша жамағаттарымызға бұндай ақпараттарға құлақ аспауларын барлық жерде тікелей жастарымызға айтамыз. Абдуллох Зуфардың қаупі қандай? Мемлекеттік құрылымға қарсы, зайырлылықты мойындамайды, діни мәтіндерді бұрмалайды, дәстүрді мансұқтайды, ақылды бұғаттайды, психологиялық манипуляция жасайды, радикалды идеологияны таратады, жалған түсінік қалыптастырады, қоғамда жік тудырады, жастарды агрессияға итермелейді, заңсыз қаржы жинайды. Көптеген жастар, өзбек ұлтының азаматтары әлеуметтік желіде өзінің парақшасында сондай тыйым салынған уағыздар сақтаған үшін немесе тарқатқан үшін істі болып бас бостандығынан айырылып жатыр. Өкінішке орай. Ашыққан адам тамақ болса болды, оны қарамай, дәміне қарамай бірінші жей береді. Кейін тойып алғаннан кейін не істейді? Мынау дәм мынандай екен, мынау мынандай екен деп ажырата бастайды. Сол секілді рухани аш адамда кез келген уағыздың, яғни оны білім жоқ қой. Бірден соны тыңдап, ары қарап соны өзіне діни қажеттілік ретінде пайдалана бастайды. Ұстазың кім десең, ғаламторда айтады. Кімді тыңдайсың десе, арнайы ұстазын танымайды, бірақ тыңдайтын адамның атын біледі тек қана болды. Ол қандай адам, ол робот па, или шын мәнісінде адам ба, оған да мән бермейді. Негізі мына псевдосалафизмнің басты қаупі неде? Ұлт деген ұғымды жоюда. Мысалы айтатын болсақ, қараңыз, Алла Тағала Құранда бізді ұлт-ұлтқа, тайпаға бөліп қойдым деп Алла Тағала өзі айтып тұр. Біз өзіміз бөлінген жоқпыз. Алла бізді бөлді. Себебі неге? Бір-бірлерімен қарым-қатынас жасап, байланыс орнату үшін, танысу үшін деп тұр. Енді әрбір ұлтты білдіретін ұғымы болады да, құндылығы болады. Мамандардың насихатын елемеген Фатхулло мен Ихтиор әлеуметтік желіде лаңкестердің зорлық-зомбылығын дәріптеді. Қанды қылмыстарын қолдады.
Ал Жасурбек Ділмұрат ортасынан оқшауланып, елді тастап, таяу шығыстағы содырларға қосылды. Шариатпен өмір сүру керек деген нәрселерді айтады ғой енді полигон ол жерде. Шариатпен өмір сүру керек деп айтқан. Турцияға барып, Турциядан Сирияға өтіп кеттім, өзімді түсінбей қалдым. Ана жерде соғыс болып жатыр, әркім кіммен кім болып жатыр білмейсің, өліп жатыр бәрі. Адамдар, бекеден өз өліп кетіп жатыр. Білмейсің де кім кімді өлдіріп жатыр ана жерде. Енді ваххабизм идеологиясы государствоны айыптайтын ше, күпір мемлекеті асылда көбісі кәпірлер өмір сүреді ояқта деп ше. Шахид деген уағыздарда болды, мысалы. Шахидтердің дәрежелерін айтып берді ғой жерде ше, мысалы. Ең главный мысалы соғыста кіріп бара жатқан кезде кәпірлердің қолынан өлетін болса, сондай кезде шахид болып кетесің, мысалы. Мешіттерге әкіріп, мысалы, бомбамен жар жеріп, сондай болып осындай случайлар болып тұратын ше. Мұсылмандар емес оқып жатқан мешітте деп сұраған кезінде, олар мысалы намаз оқып сондай қанымен, оның бәріне олар күпірлікте айыптайды, осындай кәпір деп сөйтіп айтады да, сөйтіп жарып, сөйтіп атып, сондай қылады, сондай случайлар болады. Таухид ва джихад деген кәтибасында болды ғой, Жабхат Нусра дегеннің ішінде. Катиба Таухид вал Джихад 2014 жылы Сирия аумағында құрылған халықаралық террористік ұйым. Негізін өзбек тілді лаңкестер қалаған. Абдуллох Зуфар дәл осы ұйымның медиа белсендісі. Ол манипуляциялық әдістер арқылы жақтастарын қарулы джихадқа шақырды. Шам жеріндегі қырғынға жанкештілерді дайындады. Біріккен ұлттар ұйымы мен ақш Катиба Таухид вал Джихад ұйымын террористік деп танып, әлемнің көптеген елдері қызметіне тыйым салды. Бұл сәләфизмнің аты барды, заты жоқ. Жекелеген шейхтардың идеологиясы. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының аумағында дін істер комитеті тарапынан олардың пайдаланатын Мұхаммад ибн Абдул-Ваххабтың 3 негіз, 4 қағида, Навақидул Ислам, басқа да әдебиеттеріне тыйым салынып отыр. Әлеуметтік желілерде олардың уағызшыларына тыйым салынып отыр. Шығыстанушы, исламтанушы ғалымдар ол сәләфизмнің алдына тіркеме сөзбен айту бастады. Псевдо-сәләфизм, нео-сәләфизм. Енді олардың басынан аяғы бәрі жалған болғаннан кейін, дәстүрлі 4 масаққа сай келмегеннен кейін, олардың көзқарасының барлығында ұлтаразы, дінаразы, алауыздық көзқарас болғаннан кейін, оны біз ағым ретінде қабылдаймыз. Яшауға имамға барып, ұстаздан илм алған ең yaxshi. Өзің интернеттен білемін, башқа қыламын деген нәрсе болмайды нәрсе. Адашып қалыш, башқа қылыш. Интернет сәбәбіден көплер Сирияға кетіп қалушы еді. Интернет сәбәбі мәшітке түсіп қоятты. Интернеттің пайдасы бар, бірақ оны ішете біліш керек. Ондан мәруза башқа еш үшін бірінші ұстаздан өтіш керек. Ұстаздан дәріс алып, онан кейін барып мәруза ешітсе, уже ақны қарадан ажырата біледі. Шейх дегендер бәрі шейх емес екенін түсіндім. Интернет ұстаз боламайтынын түсіндім. Оның кімнің уағыз екенін жан-жақты тексеру керектігін түсіндім. Кез келген уағызды тыңдай бермеу керектігін түсіндім. Төріндегі әкесіне жегіп, айдаладағы қылмыскерге сенгендер қазір қапаста. Сот әрқайсының қылмысын саралап, тиісті жазасын берді. Теологтар оңалту шарасын үдеткен. Нәтижесінде жерлестеріміз сыртқы күштердің ақпараттық диверсиясының тұзағына түскенін түсінді. Ата-анамдан кешірім сұрай бере ойлан. Көп қиналып кетті ата-анам мені көп жүгіртті. Ілім болмағаннан кейін сол кетіп қалдық қой, білмей, түсінбей қалдық қой. Дұрыс түсінмедік те біз. Бір жақты тыңдап, мысалы басқа жақ тыңдамай кетіп қалғаны, мысалы менікі вообще қателік болғанда, өзіміздің осы муфтияттағы имамдардан, солардан сұрау керек деп мен айтам ше, ақыл ше, мысалы жастарға, мысалы қателесіп кетпей, өзіміздікі үйретіп отыр ғой қазір имамдар, сабақ беріп отыр, қайсы адасқан, қайсы адаспаған, солардан сұрап, ақиқатты біліп, сондай қылып, ақиқатпен жүруін айтатын едім ше. Абдуллох Зуфар дін атын жамылған жоба. Әлемдік саясатта үстемдік құруға талпынғандардың таласынан пайда болған. Яғни гео ахуал ушыққан сайын талай псевдо уағызшы шептің алдыңғы шегіне шығып арандата бермек. Сол айла малға түсіп қалмаудың жалғыз жолы әлем.